күн мейлінше оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін қарыздан, кредиттен шығу туралы сіздермен техникаларды бөлісетін боламын. Бұл видео сіздің алдыңыздан жай шығып отқан жоқ. Бұл дегеніміз, сіз қарыздан, кредиттен құтыла аласыз деген сөз. Барлығымыздың басымызда осы қарыздан қалай құтылу туралы уайым бар, иә? Ендігі біз жасайтын техникалар осы уайымға қарсы. Яғни сіз көп уайымдағаннан қарызыңыз шешіліп кетпейді ғой. Ал іс жүзінде әрекет жасап, практика жүзінде техникаларды жасасаңыз, және де қарызыңыздан Алланың қалауымен оңай әрі тез құтыла аласыз. Ендеше осы видеоны 3 досыңызға жіберіп қойыңыз. Қарыздан құтылсыншы деген ниетпен өзгеге тілеген ниетіңіз сізге де қабыл болатыны сөзсіз. Сондықтан да осы видеоны жіберіп, төменге пікірге мен қарызымнан құтылдым деп игі ниеттеріңізді жаза кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Сіздермен супер техника парақшасы. Алдағы уақытта көптеген техникаларды шығарып отыратын боламын. Сондықтан да осы каналға подписка жасап қойсаңыздар болады. Бүгінгі күні қарыз бен кредит тақырыбы өте өзекті болып отыр. Өкінішке орай халықтың басым көпшілігінде қарыз, кредит бар. Сол себепті осы тақырыпта көбірек видео түсіруді жөн көрдім. Осы постым бір адамға болса, пайдалы болса, мен үшін үлкен бақыт. Егер сізде қарызыңыз болса, мына кеңестерді қарыздан құтылуға пайдаланыңыздар. Қарызыңыз жоқ болса, онда қарызданудың алдын аласыздар. Ең біріншіден, бұдан былай ешкімнен қарыз алмаймын деп уәде беріңіз. Мысалға, бір кредитті екінші кредитпен жабуды ешқашан ойламаңыздар. Ол сіздің қарызыңызды еселемесе қарызыңыздан құтылуға көмектеспейді. Сол үшін де ешкімнен қарыз алмайсыз. Осы кезде, осы видеода уәде беремін деп өзіңізге солай уәде беріңіз. Сіз қарыз алған сайын қарызыңыз көбейе береді. Сол үшін жаңа қарыз алмау керек. Ал енді екінші кеңесім, қарыз туралы көп ойламай, керісінше табыс туралы ойлаңыз. Яғни өзіңіздің зейініңізді, фокусыңызды қарыз кредитке қоймай, қарыз кредит деген сөз бұл қайғы, уайым, қорқыныш деген сөз. Ал оның алдына сіз қалай ақша тапсам болады, қай затты сатсам осынша ақша табамын деп өзіңізге апталық немесе 3 күндік, 1 күндік жоспар құрып үйреніңіздер. Бірінші техникамыз қарыз туралы. Ол өзіңізге енді ешқашан қарыз алмаймын деп өзіңіз іштей өзіңізге уәде бересіз. Сол арқылы өзіңіздің қарызыңызды алмауды доғаратын боласыз. Екінші техникамыз, дәлірек айтып өтсек, өзіңіздің қалай ақша тапсаңыз болады, сол туралы фокусыңызды, назарыңызды сол жаққа бұрасыз. Бұл деген сөз сізге уайым қайғыдан, қорқыныштан арылуға көмектесетін болады. Енді үшіншіден, қарыз қатты алғыңыз келсе де алмаңыз, шыдаңыз. Керек ақшаны жұмыс істеп табудың жолын іздеңіз. Қандай нәрсені жұмыс істесем, көмектессем, осындай жасасам, қалай ақша табамын деген жаңағы екінші техникаға ұқсас бұл техника. Сол үшін де жоспар құрып, қалай ақша тапсам болады деген ойларды іздесеңіздер, Алла тағала сіздерге сол ойыңызға идея ретінде жіберетін болады. Және де сол ой, әрбір жақсы ой Алладан деп жатамыз ғой. Сондықтан да әрбір келген ойды ол сіздің Алладан берілген белгі деп білсеңіздер болады. Енді біздің 4-ші техникамыз, айлық табысыңыздың 10%-ын қайырымдылыққа жұмсаңыз. Жақсылық жасап, күнделікті жақсылықтарды жасап отырсаңыздар, ол жақсылықтарыңыз еселене береді. Және де сіз күнделікті, мысалы, базарға барғанда да, мысалы, бізде қазір онлайн түрде қайырымдылық қорлары бар. Сол арқылы өзіңіздің күнделікті немесе жұма сайын өзіңіздің жағдайыңызға қарай садақа беріп отырсаңыздар, мысалға, садақаның 70 бәленің алдын алатынын білесіздер. Сол сияқты бұл табысыңызды еселемесе, сіздің табысыңызды еселейді, және де бұл ешқандай сіздерге жаман әсерін бермейді, тек қана жақсылықтарды алып келуге көмектеседі. Сараңдыққа салынбаңыз, өйтсеңіз өмірдің өзі оны сізден бірнеше есе алып қалу әбден мүмкін дейді. Яғни сіз осыны 5 теңгені анаған берсем, менде 5 теңге жоғалады демей, оны шын ниетіңізбен
500 теңгені Алла разылығы үшін беремін деп солай жасасаңыз, сізге ол 500 теңге ертесі күні-ақ 5000 теңге немесе одан да көп болып келуі мүмкін. Сондықтан да мейірімді және де қолы ашық, жомарт жандардың бірі болыңыз. Алланың 99 көркем есімдерінің ішінде жомарт деген есімі бар. Яғни я уахаб деген есімді көбірек айтатын болсаңыз, сіздердің жолдарыңыз ашық және де қолы ашық, жомарт жандардан бол. Біздің 5-ші техникамыз табыс туралы көп ойлаңыз, шығындарыңызды азайтыңыз. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді 6-шы техника, қарызыңыздан ұялмаңыз. Сіз әдейі жасаған жоқсыз ғой, өмірде бәрі болуы мүмкін. Мысалыға, өзіңіздің қарызыңызды біреуден жасырып, немесе оны жасырып қалудан аулақ болыңыз. Қанша қарызыңыз бар, соны айтып, оларға бөлісіңіз. Өйткені барлық бөліскен кезде сіздің туысқандарыңыз да, достарыңыз да барлық сізге қол ұшын созатын болады. Өйткені олардың сіздің жақыныңыз болғандықтан, олар сізге көмектескісі келіп тұрады. Сондықтан да мен ақшам көп деп біреулер солай жасап жүреді. Ол керісінше өзіңіздің бай болуға және де қарызыңыздан тезірек құтылуға кері әсерін береді. Сондықтан да бірінші қарызыңыздан құтылыңыз, одан кейін бай болуға әрекет жасасаңыз өте керемет болады. Енді 7-ші кеңесім, қарыз сұраушылардың қоңырауына жауап беріңіз. Жағдайды айтып, қашып жүрмеңіз дейді. Жағдайды айтып, оған түсіндіргеніңіз абзал. Мысалға, кеше бір TikTok'тан бір прикол көрдім. Ай сайын маған банктен звондап тұрады, менің жағдайымды сұрап тұрады деп жатады. Банк қызметкерлері егер сізге звондап қарызыңыздың төлеуін өтінсе, бірден жауап беріп, оларға өзіңіздің жағдайыңызды түсіндіріңіз. Одан кейін қалай жасауға болады, қалай істеуге болатыны туралы кеңестермен алсаңыздар болады. Ендігі біздің 10-шы кеңесіміз, біздегі кредит алмаңыз. Сіздің ай сайынғы төлейтін ақшаңыз сіздің айлық табысыңыздың 20%-нан аспауы тиіс. Сонда ісіңіз алға жүретін болады. Бизнес бастағым келеді, кәсіп ашқым келеді дейтін жандар болса, көбінесе кредит алып жасай салайын деген ой туындайды. Сол үшін де егер сіздің айлық табысыңыз 200 000 теңге, мысалға 200 000 теңге деп алатын болсақ, сіздің кредит төлейтін ақшаңыз, яғни 20 000 теңгеден аспауы 40 000 теңгеден аспауы керек. 20%-бен есептеген кезде 200 000 теңгенің 20%-ы 40 000 теңге, ай сайынғы төлейтін кредит қарызыңыз 40 000 теңгеден аспауы керек. Егер бұдан да 100 000 теңге, ай сайын 100 000 теңге кредит төлейтін болсаңыз, сіз қарызға белшесінен батып, ісіңіз одан қарай сіз уайым қорқынышта жүретін адам ешқашан алды қарай дамымайды. Сол үшін де әрқашан фокусты, яғни плюске аудару керек. Тек қана адамдардың негатив немесе адам болсын, әр проблема болсын, ол жерден проблема деп емес, минус деп емес, ол жерден плюс көріңіз. Қазіргі сізде 1 миллион теңге қарызыңыз, кредитіңіз бар ма? Оны сіз өзіңіздің Алла тағала маған осынша жүкті көтере алатын болғандықтан беріп тұр деп солай ойласаңыз, сіз ол қиындықтан шығудың жолын оңай табатын боласыз. Ал бұған жабырқап, уайымдап, қорқыныш басым болса, сіз артқа қарай шегіне бересіз. Толық түсіндіре алдым деп ойлаймын. Төменге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қарыздан құтылудың тағы бір жолы техникасы, үйде керек болып қалады деген заттардың бәрімізде бар, солардың ішінде қолданбайтын тауардың бәрін сатыңыз. Мысалға, тұра бергеннен ол сізге пайдасын тигізбесе, ол ысырап болады. Яғни ол сізге пайдасын тигізбейді, ол ысырап, сол үшін де оны басқа да қажетті адамға сатып жібергеніңіз абзал. Солай сіз өзіңіздің ақшаңызды табасыз және де сол ақшаға бір басқа нәрсе аласыз деген ой ғой. Кім қанша қарызсыз, нақты тізімін жазып, ай сайын беретін ақшаңыз бен уақытын жазыңыз. Мысалға, сізде қанша кредит бар? Дәл қазір сол кредитті қағазға жазыңыз, дәптер, ручка дайындап алыңыз, қағазға жазыңыз, осынша банктен, мысалға Каспий банктен осынша қарыз,
Жусан банктен осынша мың қарыз деп осы қай уақытта төлейтініңіз туралы жазып шығыңыз. Және де келесі видеоларда мен қарыздан құтылу туралы бір жақсы техникамен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеоларымды жіберіп алмас үшін осы видеоға подписация етіп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Пайдалы болса өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Кеше ғана маған өзімнің оқырманым машина алу техникасын жасап, сіздің техникаларыңыздың арқасында машина алдым деген болатын. Сол үшін де әрбір жақсылық, яғни әрбір әрекеттен кейінгі нәтижелеріңізді осы видеоның астына қалдырсаңыздар, мен сіздерге деген пайдамнан қуанышты болатын едім. Сол үшін де қуанышпен бөліссеңіздер көбейеді дейді. Әрқашанда қуанышты жаңалықтармен бөлісе жүріңіздер. Ендігі техника бізде қарызды аз-аздан бөліп төлеуге келісіңіз. Егер көп адамнан қарыз болсаңыз, осылай жасап қарыздан құтылуға болады екен. 100 мың теңге бір адамнан қарызсыз ба? Осынша 5 айда төлеймін 20 мың теңгеден деп осылайша келісім шарт жүзінде адамыңызға, қарыз алған адамға айтсаңыз, ол міндетті түрде сол талаптарға келіседі деген ойдамын. Өйткені ай сайынғы 20 мың теңге алып отыру жақсы, ал бермегеннен 20 мың теңге ай сайын алып отырған жақсы, менің ойымша. Сол үшін де пайдалы болса, осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Және де ең мықтысының техникасы көбірек дұға жасаңыздар. Алла өзі қиындықтан шығуыңызға көмектеседі. Бізде техника жасаған кезде Алланың 99 көркем есімдері арқылы дұға етсеңіздер, мысалыға ақша, яғни ризықты арттыру жайлы техниканы есімді айтатын болсам, Алла тағаланың 99 көркем есімінің ішінде Әр-Раззақ, Мәлик, Мүлк, Я Ғани деген көркем есімдері арқылы осылай дұға жасасаңыздар, дұға тілектеріңіз қабыл болады. Осының дұға жасап болғаннан кейін, одан кейін артынша салауат айтып, өзіңіздің ниетіңізді осылайша дұға ретінде Алла тағаладан сұрай аласыз. Пайдалы болса лайк басыңыздар. Келесі видео